Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен борщ жасауда ең оңай әдіспен және де қып-қызыл болып шығатындай етіп жасау жолының фишкасымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен борщ жасауға қажетті көкөністеріміздің барлығын осылай тазалап жуып аламыз. Пиязымызды дәл видеодадай жарты шеңбер көлемінде жіңішкелеп турап алатын боламыз. Одан бөлек мен сәбіз, картошка, қызылша, сарымсақ секілді барлық көкөністерді жуып тазалап алдым. 3 тісше сарымсағымызды да дәл осылай турап алатын боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта түрлі дәмді рецепттермен, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Картошкамызды 4 бұрышты формасында турап шығамыз. Барлығын осылай турап алатын боламыз. Бұл әдіс міндетті түрде жасап көріңіздер. Борщ жасаудағы ең оңай өзім жасайтын, әрдайым асыққанда да оңай жасалынатын әдіс түрі. Сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Орам жапырағымызды, яғни капустамызды жіңішкелеп турап аламыз. Барлық капустамызды осылай турап алатын боламыз. Негізі осылай көкөністерді алдын ала дайындап турап алғаныңыз уақытыңызды үнемдеуге көмектесетін болады. Ендігі кезекте сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Мен осындай үлкен көзінен өткіземін. Қаласаңыз турасаңыз да болады, бірақ мен осылай тезірек пісу үшін осылай теркадан өткізіп аламын. Сонымен қатар қызылша, яғни свеклоны да дәл осы көзінен терканың өткізетін боламын. Сонда свекломен, яғни қызылша мен сәбіз бір уақытта тез пісетін болады. Борщ дайындауға мен тауық етін қолданамын. Кейде етті де қолданамын. Бұл жолы мен тауық етін қолдандым. Әрі тез піседі, асқан кезде таптырмас идея деп айтсам болады. Егер сіз дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыз, онда жас малдың етін қолдануға кеңес беремін. Осындай тауықтың төс етін 4 бұрышты формасында қажетінше турап алатын боламыз. Кастрөлімізге май құйып, май қызған сәтте үстіне осы тауықтың төс етін салатын боламыз. Араластырып, жақсылап қуырамыз. Ақырында осылай қуырылып бастаған сәтте үстінен пиязымызды, сарымсағымызды және сәбізімізді салып, жақсылап барлығын араластырып, жұмсарғанша қуыратын боламыз. Және де теркадан өткізіп алған қызылшамызды саламыз, барлығын араластырып қуырамыз. Бұл әдіс жаңағыдай етін бөлек, зажарка дейміз ғой, яғни қуырмасын бөлек жасап жатуға талап етпейді, барлығын бірге қуыратын боламыз. Себебі тауықтың еті тез пісетін болғандықтан барлығын бірге қуыратын боламыз. Ең соңында капустамызды, яғни қырыққабатымызды салып, жақсылап араластырып, барлығы бірдей түске енгенше, қызыл түске енгенше қуырамыз. Сонымен қатар мен бір ас қасық көлемінде томат пастасын қосамын. Бұл қызыл түсінің қайнау барысында қызылшаның қызыл түсінің шығып кетпеуіне, жаңағыдай түсінің басқа түске еніп кетпеуіне көмектеседі. Сондықтан осы томат пастасын қосатын боламын. Және де ыстық қайнап тұрған суды құйып, бетін жауып қайнағанша күтеміз. Және де мен қайнағаннан кейін осылай картошкасын салдым. Және де мен кішкене күріш қосатын боламын. Егер ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Татымына қарай тұз саламыз және мен бір лавр жапырағын қосамын. Күріштің көлемі осындай кішкене ғана кесенің көлемінде, қаласаңыз қоспасаңыз да болады, бірақ бізге осылай
ұнайды. Картошкасы да күріші де піскен сәтте біздің борщымыз дайын болады. Міне біздің борщымыз дайын болды. Қанық түстегі өте дәмді борщ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әртүрлі соустармен, майонезбен ұсынсаңыз болады.